Айжанның ұзату тойы бүкіл ауылдың есінде қалды. Жасын төккен анасы мен батасын берген әкесі оны қимастықпен аттандырды. Ол Асхатқа қосылғанда өзін ертегі әлеміне түскендей сезінді. Жаңа түскен келін ретінде ол таңғы шайды ерте демдеп үйдің берекесін кіргізді. Алғашқы бір ай бал айындай тәтті, келешекке деген сенімге толы еді. Алайда екінші ай басталғанда-ақ үй ішіндегі ауа райы салқындай бастады. Енесі Батима апайдың әрбір қимылы Айжанды сынап тұрғандай сезілетін. Ас үйге кірген сайын: «Балам, көңіл күйің қалай? Тамаққа тәбетің шаппай жүрме?» деген сұрақтардың астарында қамқорлық емес, нәтиже күткен суық есеп жатты. Айжан бұл сұрақтардың нені меңзейтінін түсініп іштей қысылатын. Әр айдың соңындағы тест нәтижесінің теріс шығуы оның өзіне деген сенімін біртіндеп мұжыды. Үйдің үлкен абысыны Салтанаттың жанашырлығы тіптен ауыр тиді. «Айжан-ау, біз осы шаңыраққа келгенде бірінші айда-ақ сүйіншілеген едік. Мүмкін бір жеріңді суық қалдырған шығарсың. Ауылда бір Тәуіп апа бар, соған барып көрінсек пе?» деп көпшіліктің алдында айтқан сөздері Айжанның бетін оттай күйдірді. Бұл сәттерде ол Асхаттан қолдау күтетін. Бірақ Асхат анасының ықпалынан шыға алмай, үстел басында үнсіз отырып, қабағымен ғана сөйлесетін болды. 4-ші айға аяқ басқанда Айжан өзін бұл үйде бақытты жарым емес, нәтиже бермей жатқан құрал ретінде сезіне бастады. Түнде жастығын жасқашылап жатып, шынымен де кінә менен бе? 4 ай соншалықты ұзақ уақыт па? деп өзін-өзі жегідей жеді. Күйеуінің төсекке салқын оранып теріс қарап жатуы оның жүрегіндегі алғашқы махаббат отын өшіріп, орнына су күдік ұялатқан еді. Осылайша бір кездегі ақ босаға Айжан үшін алтын торға, ал үмітке толы көздері мұңға толы жанарға айналды. Үйленгендеріне тура 4 ай толған күннің кеші ерекше ауыр болды. Кешкі ас үстінде Батима апай келініне шүйлікті. Айжанның алдына қойған тамағына зауқы соқпай, жай ғана коврет етіп отырғанын көрген енесінің шыдамы шегіне жетті. «Осы сенің түрің маған ұнамайды», деді Батима апай қасығын тарс еткізіп үстелге қойып. «Не ауру емессің, не сау емессің. 4 ай болды, осы үйдің табалдырығын аттағалы біз бір жақсы хабар естімедік. Көршінің келіні түскен бойда сынып кебініп шыға келді. Ал сен болсаң күннен күнге солып барасың». Айжан үмітпен Асхатқа қарады. Ол күйеуінің «Апа, әлі ерте ғой, қойыңызшы» деп араша түсуін күтті. Бірақ Асхат басын төмен салып, тәрелкесіндегі етті ғана кескілеп отыра берді. Оның бұл үнсіздігі Айжанның жүрегіне енесінің сөзінен де бетер батты. «Асхат, сен де бірдеңе десейші», деді енесі ұлына бұрылып. «Тұқымымыз құрып кетсін дейсің бе? Егер мына келінің таспиқа болса, ертерек білейік. Жас кезіңде балалы болып қалмасаң, кейін кеш болады». Асхат ақыры тілге келді, бірақ оның сөзі Айжанның соңғы үмітін де үзді. «Мен не дейін, апа? Рас қой айтқаныңыз. 4 ай аз уақыт емес. Бәлкім ертең Айжанды алып, қаладағы тексеріске бару керек шығар». Абысыны Салтанатта отқа май құя түсті. «Иә, Айжан, біздің әулеттің еркектері өте мықты. Асхаттың әкесі де, ағалары да бәрі бірден балалы болған. Бұл жерде мәселе Асхатта емес екені айдан анық. Сенің төркінің жағында осындай жағдайлар болмап па еді?» деп сұрақты төтесінен қойды. Бұл сөз Айжанның намысына тиді. Ол өзін бүкіл әулеттің алдында айыпты қылмыскердей сезінді. Оның жатыры тек өзіне тиесілі мүше емес, бүкіл бір рудың талқысына түскен нысанаға айналды. Сол кеште ол бөлмесіне кіріп өксіп-өксіп жылады. Ең жаманы, Асхат бөлмеге кіргенде де оны жұбатпады, тек ертең ерте тұр, емханаға барамыз деді де теріс қарап жатып қалды. Айжан сол сәтте өзінің бұл үйдегі бақытының 4 айға созылғанын және алда бұдан да суық күндер күтіп тұрғанын сезді. Сол түні Айжан көз ілмеді. Қасындағы Асхаттың бір қалыпты тынысы оған жат болып көрінді. Таспиқа деген суық сөз құлағында шыңылдап тұрып алды. Ол өзін бұл үйдегі артық бұйым сезінді. Ақырын тұрып, жарықты жақпастан, жол сөмкесіне ең қажетті киімдерін ғана жинай бастады. Әрбір киімді салған сайын 4 ай бойы жинаған үміті мен арманын да сол сөмкеге көміп жатқандай еді. Үстел үстіндегі кішкентай қағаз қиындысына дірілдеген қолдармен бірнеше жол жазды. «Асхат, мен сені сүйіп келдім, бірақ сенің үнсіздігің менің жанымды өлтірді.
Егер менің кінәм ана бола алмағаным болса, онда менің бұл үйде қалуға хақым жоқ. Бақытыңды басқадан, сенің әулетіңе лайық, жемісті жанынан тап. Мен төркініме кеттім. Маған хабарласпа. Ол неке жүзігін шешіп хаттың үстіне қойды. Жүзіктің суық жылтыры оның соңғы үмітін үзіп жібергендей болды. Таң қылаң бере, ауыл әлі ұйқы құшағында жатқанда, ол үйден шықты. Көшедегі салқын ауа бетін қарса да, үй ішіндегі психологиялық қысымнан құтылғанына іштей бір жеңілдік сезінді. 4 айда ажырасып келді деген сөздің ауыр болатынын, әкесінің намысына тиетінін, ағайын туғанның өсегіне қалатынын ол жақсы білді. Бірақ қадірі жоқ жерде қалып, күн сайын өлуден гөрі бір рет өршеленіп кетуді жөн көрді. Ауыл шетіндегі тас жолға шығып, қалаға қатынайтын алғашқы таксиді тоқтатты. Көлік орнынан қозғалғанда Айжан артқа бұрылып қарамады. Ол өзінің ең бақытты күндері өткен, бірақ ең ауыр соққы алған мекенін тарихтың еншісіне қалдырып, болып бет алды. Қалаға баратын жол ұзақ еді. Көлік іші тым-тырыс. Айжан терезеге қарап, өткен күндерін кино таспасындай көз алдынан өткізіп келе жатты. Кенет көліктің қозғалтқышынан оғаш дыбыс шығып, жүрісі баяулады. Жүргізуші жол жиегіне тоқтап сыртқа шықты. Қарындас, мотор қызып кетіпті. Біраз күту керек, немесе басқа көлік қарастырыңыз, деді ол басын қасып. Айнала құла тұстала. Жақын маңда тек шағын ғана, көнелеу бір ауылдың сұлбасы көрінеді. Айжан жол жиегінде тұрып, басқа көлік күтті. Бірақ жол бос еді. Күн еңкейіп кеш түсе бастады. Сол сәтте ауыл жақтан есек мінген, үстіне ескі шапан киген бір қария көрінді. Ол жақындап келіп, Айжанға байсалды қарады. Балам, жолың болмай тұрма, деді қария. Оның дауысы сондай қоңыр әрі жылы еді. Иә, ата, көлігіміз бұзылып қалды, деді Айжан даусы дірілдеп. Қария Айжанның жүзіндегі мұңды бірден аңғарғандай болды. Қараңғыда далада қалма. Менің үйім осы ауылдың шетінде. Кемпірім екеуміз ғанамыз. Қонып кет, ертең жолың болар, деді ол. Айжан әуелде сескенгенімен қарияның көзіндегі мейірімді көріп келісті. Бұл кездейсоқ тоқтау оның тағдырын 180 градусқа өзгертетін ұлы бұрылыстың басы екенін ол әлі білмейтін еді. Қарияның үйіне кіргенде бөлме ішінен жаңа піскен нан мен кепкен шөптердің иісі аңқып тұрды. Бұл иіс оған баяғыдағы бейқам балалық шағын еске түсірді. Айжан қонған үйдің иесі Байжан қарт кезінде бүкіл өңірге танымал шөпші, тамыршы болған екен. Ол Айжанның дастархан басында үнсіз отырып, тамаққа тәбеті шаппай, басы жиі айналатынын байқап отырды. Келіншектің жүзіндегі бозаңдық пен жанарындағы мұң қарияға таныс еді. Балам, сенің дертің тәніңде емес, жаныңда екен, деді қария шайын ұрттап жатып. Бірақ тәнде жанға бағынады. Сенің бойыңда үлкен бір өмірдің бастауы бүршік жарып келе жатқандай сезіледі маған. Қария төсек астындағы көне сандықты ашып, көнеше жазылған, мұқабасы тозған бір кітапты алып шықты. Бұл ата-бабасынан қалған шипагерлік қолжазба еді. Мына кітапта жазылған: кейде ең қараңғы түн, жарық таңның алдындағы сәт қана. Сен төркініңе қашып барасың, бірақ тағдырыңнан қашып құтыла алмайсың, деді Байжан ата. Айжан бұл сөздердің мағынасын түсінбесе де, қарияның үйіндегі тыныштық оған 4 ай бойы көрмеген тыныштықты сыйлады. Ол сол түні өмірінде алғаш рет ес-түссіз терең ұйқыға кетті. Ертесіне Байжан ата Айжанды жақын маңдағы ауылдық емханаға барып, қанын тексертіп алуға көндірді. Жүзің тым бозарған, қаның азайған ба, тексеріп көрсін, деді ол қамқорлықпен. Айжан емхана дәлізінде кезек күтіп отырып, кенеттен дүние шыр айналып, көзі қарауытып кетті. Ол орындықтан ауып түсті. Есін жиғанда мұрнына спирттің өткір иісі келіп, қасында ақ халатты дәрігер әйелдің отырғанын көрді. Дәрігер әйел күлімсіреп Айжанның қолын ұстады. Қарағым, сенің ауруыңның емі өте қарапайым. Саған тек жақсылап тамақтану және уайымдамау керек. Неге? Маған не болыпты? Деді Айжан дауысы дірілдеп. Сүйінші Айжан. Сенің 2 айлық жүгің бар. 4 ай бойы күткенің міне, осы емес пе? Деді дәрігер УЗИ аппаратының экранын көрсетіп.
Айжан экрандағы кішкентай ғана бүлкілдеп соққан нүктені көргенде жүрегі тоқтап қалғандай болды. Ол қуанарын да, жыларын да білмеді, қалайша. Мен 4 ай бойы күнде тест жасадым, бәрі теріс шыққан еді деп сыбырлады ол, дәрігер басын шайқады. Кейде ағзада гормондардың әсерінен немесе стресстен тест бірден көрсетпеуі мүмкін. Бірақ қазір бәрі анық. Сен ана боласың. Айжан есінен танып қала жаздады. Ол төркініне бала көтере алмадым, таспиқамын деп қашып бара жатқанда, құрсағында 2 айлық сәбиін арқалап келе жатқан екен. Енді не істемек? Опасыз күйеуіне қайтама, әлде бұл құпияны мәңгілікке жасырама? Айжан емханада иесін жиып жатқанда, Асхаттың үйінде де тыныштық орнамады. Айжан кеткеннен кейін үстел үстіндегі хат пен неке жүзігін көрген Асхаттың төбесінен жай түскендей болды. Анасы Батима апай, кетсе кетсін, басқасын табамыз деп кейгенімен Асхаттың ішінде бір өрт тұтанды. Ол сол күні қалаға барып, өзі де толық медициналық тексерістен өтуге бел буды. Дәрігердің қорытындысын алғанда Асхаттың дүниесі асты үстіне шықты. Кінә Айжанда емес, оның өзінде стресс пен шаршаудың әсерінен уақытша репродуктивті әлсіздік болғаны анықталды. Ол өзінің соқыр намысы үшін ең қымбат адамын қорлағанын түсінді. Асхат дірілдеген саусақтарымен Айжанға ұзақ хат жазды. Дәл сол сәтте Айжан емханадан шығып, Байжан атаның үйіне бет алған еді. Телефонына келген хабарламаны оқығанда, оның көз жасы еріксіз сорғалады. Айжан, кешір мені. Мен нағыз ақымақ екенмін. Дәрігерге тексерілдім, кінә менен екен. Сені таспиқа деп айыптағаным үшін өзімді ешқашан кешірмеймін. Қайтып келші, мен сенсіз де, баласыз да өмір сүре алмайтынымды түсіндім. Айжан экранға қарап тұрып, енді кеш, Асхат, менің құрсағымда, сен жоқ деген өмір бүлкілдеп жатыр деп іштей күбірледі. Айжан Байжан атаның үйіне оралғанда, қария оның жүзінен бәрін түсінді. Сүйіншің баянды болсын, балам. Бірақ көзіңдегі жас не? Деп сұрады ол. Айжан болған жайтты, Асхаттың хатын, және өзінің ішіндегі арпалысты айтып берді. Бір жағынан, әлі де жақсы көретін күйеуінің өкініші жүрегін жібітсе, екінші жағынан, қиын сәтте оны қорғап қалмаған, елдің өсегіне тастап берген әлсіздігін кешіре алмады. Егер мен қазір оралсам, ол баланы өз шипасы деп ойлайды. Ал егер оралмасам, балам әкесіз өсет деді Айжан мұңайып. Байжан ата сақалын сипап. Балам, кешірім тек мықтылардың ісі. Бірақ сенің қадіріңді білмеген жерге құрсағыңдағы сәбиді алып бару үлкен жүк. Өзіңді тыңда, жүрегің не дейді? Деді. Айжан төркініне барудан бас тартты. Ол осы кішкене ауылда қалып, бойына күш жинап, бәрін салмақтап алуды жөн көрді. Ол Асхатқа жауап бермеді. Ол үнсіздік арқылы оған ең ауыр жазаны, белгісіздікті сыйлады. Арада 2 апта өтті. Асхат тынбай іздеу салып, ақыры такси жүргізушісі арқылы Айжанның қай ауылда түсіп қалғанын білді. Ол Байжан атаның үйінің алдына келгенде, Айжан бақшада гүлдерге су құйып жүреді. Оның сәл толысқан жүзімен бозаң тартқан өңі Асхаттың жүрегін езіп жіберді. Асхат көліктен түсе сала Айжанның алдына тізе бүкті. Айжан, маған ештеңе керек емес. Бала да, байлық та. Тек сенің қасыңда болсам болды. Мені жазала, бірақ менімен бірге жүрші деп еңіреп жылады. Айжан үнсіз ғана үйге кіріп, емханадан алған өзі суретін алып шықты. Оны Асхаттың алдына тастады. Сенің кінәң де, менің кінәм де, бәрі Тәңірдің қолында екен. Асхат, мынаған қара. Асхат суреттегі кішкентай бейнені көргенде естен танып қала жаздады. Ол суретті қайта-қайта сүйіп, бұл мүмкін емес. Мұғжиза, деп айғай салды. Байжан ата сырттан бақылап тұрып, мейіріммен жымиды. Ол 2 жастың тағдыры енді мәңгілікке бір арнаға тоғысқанын сезді. Асхат пен Айжан үйге бірге оралды. Асхат бұл жолы анасы мен абысындарына қатал ескерту жасады. Бұдан былай Айжанның көңіліне тиетін бір сөз айтылса, бұл үйден біржола кетеміз. Бұл Асхаттың нағыз отағасы ретіндегі алғашқы ерлігі еді. Арада 7 ай өткенде Қарадыр ауылында үлкен той болды. Айжан аман есен, батырдай ұл босанады. Енесі Батима апай немересін қолына алғанда, өзінің бұрынғы қатыгездігі үшін ұялып, келіннен жылап кешірім сұрады.
Айжан мен Асхат жыл сайын Байжан атаның ауылына барып тұруды әдетке айналдырды. Олар үшін сол сұмдық оқиға ажырасуға емес, нағыз махаббат пен шыдамдылықтың не екенін түсінуге берілген мүмкіндік еді. Суреттегі жас келіншектің жанарындағы мұң енді мәңгілікке қуаныш нұрына ауысты.